Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқытушылар, студент жастар. Менің атым Ержан Серікұлы Мұқаш. Мен де өздеріңіз сияқты мынау Қазақ мемлекеттік университетінің түлектерінің бірімін. Мен оқуға түскен кезде ол Киров атындағы болған Қазақ Әл-Фараби университеті. Жалпы алғанда мен осы университеттің өтпелі кезеңге тап болдым да 80-ші жылы түсіп, 92-ші жылы бірақ бітіргенмін. Жалпы айтайын дегенім осы өмірде қалыптасып осындай табыстарға жетуіме ең алдымен өзімнің ұстаздарыма өте қарыздармын. Сол кезде бізге араб тілінен, қазақ тілінен әдебиеттен берген ұстаздарымды әркім үшін есімде сақтаулы. Атап айтқанда Берікбай Сағындықов, Айтбай Айғабылов, Гүлнар Ерматовна Надирова, Фируза Ханифовна Мамека сияқты ұстаздар маған өздерінің дәрістерін беріп, адам болып қалыптасуыма, азамат болып қалыптасуыма өте өзінің еңбегін сіңірді. Сонымен қатар мен түскен жылы бұл факультет, филология факультетінің бір бөлімшесі болған араб тілі. Кейін 3-ші курстан кейін Шығыстану факультеті бөлінген кезде ары қарай жалғастырдық. Сол кезде біздің осы факультеттің құрушысы профессор Әбдісаттар Салиевке де өте алғысымыз шексіз. Сол кісінің арқасында бұл араб тілі ғана емес, парсы тілі, қытай тілі, жапон тілі, басқа да тілдер қосылып, бүгінгі таңда бұл факультетіміз осы еліміздегі ең маңдайалды шығыстану саласында оқулардың бірі. Жастарға айтатын тілегім, жалпы адам өзінің мамандығын таңдағанда, егер мамандығын сүйіп таңдайтын болса, ол өмір бойы осы мамандығын қиналмай жұмыс істейді. Сондықтан жастар сабақтарыңызды жақсы оқып, қазіргі 21-ші ғасырға лайық азамат болыңдар, ең алдымен елімізге қызмет ететін маман болыңдар. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Рахмет.